Барыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге араб халқының ерекше құймақтарының рецебімен бөлісем. Бізге қажет ингредиенттер жылы су, жылы сүт, ұн, қопсытқыш, ашытқы, сұйық май және де қант қажет. Барлық ингредиенттерді төменге описанияға жазып қоям. Ең алдымен ыдысқа жылы суды құямыз, оның үстіне жылы сүт құямыз. Қант саламыз. Одан соң ашытқы саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп, ұн саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осының бетін жауып, жылы жерге немесе бөлме температурасына кемінде 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткен соң пищевая пленканы аламыз. Оның үстіне сұйық май құямыз, жақсылап араластырамыз және де қопсытқыш саламыз. Барлығын араластырамыз, мінекей біздің қамырымыз дайын. Табаны жақсылап қыздырамыз. Құрғақ табаға ешқандай май құймаймыз. Құрғақ табаға 2 ас қасықтан осылай қамырды салып шығамыз. Менде табанның орнына осындай грильницаны пайдаландым. Өте ыңғайлы, бұл да кәдімгі таба секілді жақсы қылып пісіреді. Құймақтарды шамамен 1-2 минуттай пісіреміз. Бетінде тесіктер пайда болады, және де қолыңызбен басқан кезде қамыр жаңағыдай жабыспау керек. Беті толықтай пісіп шығады. Ешқандай да аударып қажет емес достар. Және де уайымдамаңыздар, бұл толықтай пісті деген сөз. Бетінде осындай тесіктер толық болып шығуы қажет. Енді қазір біз олардың ішіне салмасын саламыз. Салмасы негізі өзіңіздің қалауыңызша, үйіңізде қандай да бір джем болса, немесе шоколад пастасы, немесе жаңағыдай фаршты жақсылап қуырып, сондай етті салмада салуға болады, яғни мясная начинкада жасауға болады. Мен барлығын тәтті қылып, яғни тәтті десерт қылып жасадым. Біреуіне шоколадты паста, біреуіне құлпынайдан жасалған тосапты салдым. Одан соң осылай видеода көрсетілгендей 3-1-3 қылып орап шығамыз. Сол кезде бізде осындай құймақтар шығады. Өте әдемі, ерекше, қонақтарды таң қалдыратын сондай керемет дәмді құймақтар болып шығады. Ортасы толықтай пісті. Егер қаласаңыз, осы түйілген күйінде пешке 5-10 минутқа 180 градуста пісіріп алуға болады. Бірақ бұл міндетті емес. Менің құймақтарым кішкене суыған соң, мен солай ысыттым. Арнайы жағынады пешке 180 градусқа салып 5-10 минутқа ысытып алдым. Бірақ ортасы сонда да толықтай пісіп шығады. Өте әдемі, қараңыздар қандай керемет болып шығады. Ерекше құймақтар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздерде басында түйген кезде кішкене қиындық туындауы мүмкін. Қатты міндетті түрде қысыңыздар. Мінекей қараңыздар, өзімен өзі шеттері жабысып қалады. Маған шоколад пастасымен жасаған түрі қатты ұнады. Отбасыма да, қызыма да барлығына ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі енді өте керемет. Шаймен ішкенге де өте әдемі, жақсы, көп болып шықты. Видеоға лайк, комментарий қоюды ұмытпаңыздар.